Үй тапсырмасына present continuous'қа сөйлем құрап келеміз. Түсінік ма? Ал, шыға берсеңіздер болады. Түсінік ма? Кеттік. Jump. Sing. Я, көресіңдер. Одан кейін бізде listen. Не еді? Есту немесе тыңдау, я балалар? Look. Қарау, я, қарау. Көз стимулмен келтіруге тырысайық. Dance. Билеу. Одан кейін бізде read. Оқу. Одан кейін sing. Ойлау. Одан кейін sit down. Stand up. Turn over. Айналу. Бірақ ретте бақшамен айналып қалады. Одан кейін turn the right. Right дегеніміз қалай еді? Оң жақ. Turn right. Read деп тұрған жоқ. Turn right. Оң жаққа бұрылу. Turn the left. Сол жаққа бұрылу. Right. Жазу. Read пен write ажырата алмай қалдық қой. Read дегеніміз оқу, write жазу, иә? Келесі. Clap your hands. Бірақ рет, иә? Stamp your feet. Stamp your feet. Feet дегеніміз қай мүше еді? Run. Жүгіру. Келесі. Swim. Give me 5. Бес дәкел. Ал, біріміз десекші. Give me 5. Draw a picture. Draw дегеніміз өз қандай? Сындыру. Айналмен жүру. Сурет. Сурет салу. Ал, келтіреміз. Drive. Машина айдау. Немесе жоқ. Немесе riding a horse. Атпен жүру. Атқа отыру. Одан кейін бізде stop. Тоқтау. Riding a bike. Bike дегеніміз не еді? Жоқ. Bike. Сатып алу. Сатып алу. Yeah. Thank you. Sit down. Айсұлу мен Айзеке келе қойыңдар. Я, мен қазір беретін болам тапсырма. Соған етістікке осы грамматика, осы формуланы, мына формуланы жағдай кетейін балдар төбеге. Ұмытып қалмас үшін. Төбе. ing. Ал. Біреуін алыңдар, міне бір тағы да бар бейін. Я, несіндегі де қазір орындарында беретін болғамын. Түсінік ма? Бірінші, сен мынаны аласың. Сен екіншісін ал. Ал, мен сендерге беремін. Ал, дәптерді аш. Ручканы алып, баста мынаны жап сендерді. Біріншісі, я. Екеуіне. Тесе жазды. Қазір дайындалып отырады Сағнұр мен Амина. Келесі. Біреу мынаны, біреу мынаны. Сендер өз етістіктерімен жұмыс жасайсыңдар. Иә. Қайсың жасайсың? My mother. My mother дегеніміз не аударайықшы? My mother. Менің анам. Яғни ол не қоямыз бастауышына? Қандай бастауыш жасырынып тұрады шында? Жоқ. Мысалы, ол, оны деген сияқты. Қандай бастауыш жасырынып? She, иә балалар? She қыз балаларға қойылыш еді ғой. Яғни she'дан кейін біз нені қоюш едік? She'дан кейін нені қойдық?
Оқышы Алихан. I'm reading. Қалай? I'm driving. Driving? Я driving деген сөз, drive деген сөздің өзі қазақша қалай аталушы? Көлік жүргізу. Мен көлік жүргізіп келе жатырмын. Апай, біз сонда өзіміз сұраймыз ба? Апай сөйлеп өзіміз Иә, сұраймыз ба? өздері. Апай, I am drive. Сурет салып жатырмын. Я неге ing жалғамадым? Drawing. I am drawing. Апай, Неге жалғамады? Мен түсінбей жатырсың, Алина? I am drawing. Кітаптарды аша қойыңдар. Бүгінгі күнді жазамыз. Page number 107. 107. 107-ші бет. Бүгінгі күнді жазайық. The April of the 9th of April, Friday, yeah? Жазып болғаннан кейін қолымызды партаның үстіне қойып, мені тыңдаймыз. Жазып болдыңыз ба? 9th of April, Friday. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабақты өтейік. Біздің бүгінгі жаңа сабағымыз present continuous. Балалар, present continuous не? Сол бойынша бүгін танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы present continuous туралы түсініп, соған сөйлем құрай алу. Енді қараймыз. Present continuous дегеніміз балалар қазақша аударылғанда созылыңқы босыша. Яғни сенің аяқталмаған ісің туралы. Мысалы, біз қазір не істеп жатырмыз? Жазып жатырмыз, сабақ оқып жатырмыз. Яғни біздің бұл ісіміз әлі аяқталмаған, я? Бұл іс-қимылды біз present continuous деп аталатын ереже грамматикамен сөйлем құрап оқиды екенбіз, я балалар? Енді қараңдар, present continuous дегеніміз созылыңқы босыша деп айтып кеттім, я? Ол бізде бірінші subject, қарап отырыңдар, я балалар? I, you, we, they, he, she, it. Бұл болады не? Subject. Subject дегеніміз не еді өзі? Бастауыш. Біз оның алдында past simple, present simple туралы өткен кезде біз subjectпен танысқан болатынбыз балалар, я? Мен, сен, ол бұлардың барлығы бастауыш болған. Енді бізде бүгінгі сендердің жаңа түсінетін ережелері бұл жерде am, are, is. Көріп тұрған шығарсыңдар балалар, я? Бұл болады бізде to be етістіктері. Күн алған балалар 2 балл қояды. Жұлдыз алған балалар 1 балл. Ай алған балалар балл қоймайды. Я, 1 балл. Я, енді кеттік. Қате кетіп па жарайды. Айшаға күн алған балалар 2 балл қоямыз. 1 балл. Қате ма? Онда саған жұлдыз беремін, я? Жұлдыз алған балалар тез-тез мына жерге 1 балл қойыңдар. Күн алғандар 2 балл қоямыз. Күн, я? Ал. Бір минус па? Ал. Жұлдыз алғандар қанша қойып жатсыңдар? 1, я? Я, 1. Бірінші тапсырмаға қоямыз. Біріншісі. Today is Friday. That's right. Thank you, Alhan. And what's day today? Аспан денелермен бағалайтын боламын. Себебі біз өзіміз аспан денелерін өтіп жатқандықтан осы аспан денелермен бағалайтын боламын. Күнді мен өте жақсы, я, сабаққа белсенді қатысып отырған балаларға беретін боламын. Түсінікті ме? Ал жұлдызды орташа деңгейде жақсы қатысып отырған балаларға беремін. Ал айды өте төмен, я, балалар кішкене сабаққа нашар қатысып отырған
балаларға беретін боламын. Сондықтан айды алмауға тырысайық, иә, белсенді болайық сабақта. Ал болдық па балалар?